Саламатсыздар ма оқушылар, бүгінгі қарастыратын тақырыбымыз электр тоғының жұмысы мен қуаты деп аталады. Бүгінгі сабақта тоқтың жұмысы мен қуатының формуласымен танысамыз, электр энергиясын есептеуді үйренеміз, найзағай кезінде пайда болатын энергияны есептеп, электр тізбегінің пайдалы әрекет коэффициентінің мағынасын түсінеміз. Электр энергиясы бұл энергияның басқа түрлеріне механикалық, химиялық, жарық, ішкі энергияға жеңіл түрленеді. Оны біз өндірісте, тұрмыста кеңінен қолданамыз. Мұндай түрленулердің барлығы тоқтың жұмысын есебінен жүзеге асырылады. Сонда тоқтың жұмысы дегеніміз не? Электр өрісінің әсерінен заряд орнын ауыстырғанда өрістің атқаратын жұмысын айтамыз. Тоқтың жұмысын біз А әрпімен белгілейміз. Және оның халықаралық бірліктер жүйесіндегі өлшем бірлігі джоуль. Формуласын қазір біз қорытып шығарайық. Негізгі формуласы А тең Q көбейтілген U. Мұндағы Q дегеніміз заряд, U дегеніміз бізде кернеу. Бұл формуланы бірдейік. Біз естеріңізде болса, Q дегеніміз бізде ток ішімен уақыттың көбейтіндісіне тең. Олай болса, осы формуланы бірге апарып қоятын болса, А тең I көбейтілген U көбейтілген T деген формула шығады. Бұл формуланы біз 2 дейміз. Ом заңы бойынша I дегеніміз U бөлінген R. Осы формуланы біз екінші формулаға қоятын болса, Аның формуласы А тең U квадрат бөлінген R көбейтілген T болады. Бұл формуланы біз 3 дейміз. Ом заңының формуласына егерде кернеуді түрлендіріп алатын болсақ, онда бізде U тең I көбейтілген R орын апарып қоятын болсақ, I квадрат көбейтілген R квадрат бөлінген R көбейтілген T. R-дің біреуі кетеді, сонда A-ның сәйкесінше формуласы I квадрат көбейтілген R көбейтілген T формуласы шығады. Бұл формуланы біз 4 дейміз. Электр өрісі бұл ток көзінің ішіндегі бөгде күштердің жұмысы есебінен пайда болады. Ал бөгде күштердің жұмысын біз қосымша электр тізбегінің толық жұмысы деп атайды екенбіз. Сонда бөгде күштің жұмысы тең болады. А толық формуласы сәйкесінше Q көбейтілген электр қозғаушы күш. Жоғарыда формулада Q дегеніміз I көбейтілген T-ға тең болғандықтан да I көбейтілген электр қозғаушы күш көбейтілген T формуласына ие болады. Толық жазатын болсақ, мына бөлікке жазайық. А бөгде тең I көбейтілген эпсилон көбейтілген T. Бұл формуланы сәйкесінше 5 дейміз. Ол тұтынушыдағы, яғни бөгде күштің жасаған жұмысы, ол тұтынушыдағы электр энергиясының да ток көзі ішіндегі зарядтың қозғалысы бойынша жасайтын өріс жұмысын да ескереді екен. Электр тоғының қуаты деп, бұл электр энергияның басқа түріне түрлену шапшаңдығын сипаттайтын физикалық шама. Қуатты біз P әрпімен белгілейтін едік, және екіншісі кейбір кітаптарда ол N әрпімен белгіленеді, ол да N қуат. Бірақ электр тоғының қуатын көбінде біз P әрпімен белгілейміз. Өлшем бірлігі ватт, Джеймс Уаттың құрметіне қойылған. Енді формуласына тоқталайық. P тең A бөлінген T, яғни жұмыстың уақытқа қатынасы. Бұл формуланы бірдей. Енді электр тоғының жоғарыда біз жұмысының бірнеше формуласымен танысқан едік. Орнына апарып қояйық біреуін, яғни I көбейтілген U көбейтілген T бөлеміз T-ға. T мен T қысқарып кетеді бізде, сонда I көбейтілген U деген формула шығады. Осыдан P тең I көбейтілген U дегеніміз бізде екінші формула. Көріп отырсаңыздар, яғни уақыттың барлығы қысқарып кетеді, демек те сәйкесінше P тең I квадрат көбейтілген R, бұл формуланы 3 деп алайық, және P тең U квадрат бөлінген R деп алады екенбіз. Бұл формула бізде 4 болады. Тоқтың қуатын өлшейтін құралды біз ваттметр деп атаймыз. Ал енді 1 ватт неге тең дейтін болса, халықаралық бірліктер жүйесінде ол тең болады 1 джоуль бөлінген секундқа. Тоқтың жұмысын өлшейтін құралды біз электр есептеуіш құрал деп атаймыз, немесе электр есептеуіш дейді. Біз көбінде электр счетчик дейміз. Енді
Көріп отырсаңыздар, сіздердің алдарыңызда ең алғашқы түрі көрсетілген. Қазіргі таңда бұндай электр есептеуіш құралды біз үйде қолданбаймыз. Сонымен қатар қазіргі таңда электр есептеуіш құралдардың түрлері өте көп болып кеткен. Себебі олар бір фазалы, екі фазалы және үш фазалы электр есептеуіш деп бөлініп кеткен. Енді бірақ та бұл жерде электр есептеуіш құралдарында тоқтың жұмысының өлшем бірлігі өзгереді. Яғни бізде джоульмен емес, ол жерде киловатт сағатпен есептейді екен. Киловатт сағат қалай шықты? Яғни біз P тең А бөлінген Т деген формуланы білеміз. Осыдан егер де А-ны табатын болса, ол қуат көбейтілген уақыт екен. Дәл осыдан бізде киловатт сағатпен өлшеу басталған. Яғни киловатт көбейтілген сағат екінші өлшем бірлігі. Киловатт сағат пен джоульдің арасында өзара байланысты табайық. 1 киловатт сағат тең болады. 1 киловатты біз білеміз 1000 ватт бар екен. 1-ді 1000-ға көбейтетін болсақ 1000 ватт болады. 1 сағатта 3600 секунд бар. Ватт пен секундтың көбейтіндісі бізге джоульді береді. Ал мына бізде 3.600.000 болады. Енді осыны мегаджоульға келтірейік. Яғни ол тең болады екен 3,6 орын жылжытатын болсақ 3,6 мегаджоуль. Әрине бұл бізге есептеу әлдеқайда қиындық туындырғызады. Себебі 1 киловатт сағатқа төлейтін энергиямыздың құны дәл қазіргі уақытта шамамен алғанда жуықтап 15,3 теңге екен. Енді осы бойынша біз бірнеше мысалдар келтіріп есептейік. Яғни тоқтың жұмысын. Үйде негізінен қандай заттар, былайша айтқанда қолданылатын техникалық тұтынушы көбірек электр энергиясын жейді деп ойлайсыздар. Әрине бұл қыздырғыш элементтер. Оларға үтік, одан кейін бізде су қыздырғыштар әртүрлі және тоққа қосылатын жылытқыш батареялар және тағы да басқалар жатады екен. Сонда есептің біреуін қарастырайық. Мысалы, қуаты 100 ватт электр шамы 1 киловатт сағат электр энергиясын тұтыну үшін неше уақыт жанып тұру қажет дейді. Қазіргі таңда мұндай 100 ваттық электр шамын көбіне қолданбаймыз. Біз қазіргі таңда электр энергиясын үнемдеуші электр шамдарын қолданамыз. Олардың қуаты 100 ваттқа жетпейді, өте аз, бірақ беретін жарықтылығы өте жоғары болып келеді екен. Енді қарап отырсаңыздар, қалай шығарамыз? А тең формуласы P көбейтілген Т деген формуланы еске түсірейік. Осы жерден уақытты табатын болса, ол А бөлінген P. Аның орнына бізде 1 киловатт сағатты қоямыз. 1 киловатт сағатымыз сағатпен қала берсін бізде бөлеміз 100 ваттқа. 1 киловатта 1000 ватт бар екендігін біз білеміз. Сондықтан да 1000 ватт көбейтілген сағат бөлеміз 100 ваттқа. 1000-ды 100-ге бөлген жағдайда бізде 10 қалады, сонда 10 сағат жану қажет екен. Сонда 10 сағат жанатын болсақ, біздің электр шамымыз қуаты 100 ватты. Яғни ол 15,3 теңгені жеп қояды екен. Енді осы жерде электр есептеуішіндегі біз ай сайын қалай төлейміз деген сұраққа жауап берейік. Мысалы, сіздерде айырмашылығы, яғни электр есептеуіш құралында берілген айырмашылық дейік. Мысалы, 150 ватт болды дейік. 150 киловатт сағат болды дейік. Яғни бізде 150 киловатт сағат. Мысалы, яғни бір айға келген электр энергиясының құны. Енді осыны қалай есептейміз? Пропорция. Біз 1 киловатт сағатқа 15,3 теңге төлейтін болсақ, 150 киловатт сағатқа сәйкесінше қанша теңге төлейміз деген құн тауып алуымыз қажет. Яғни x теңге. Осыдан пропорция орындаймыз. X тең болады. Сонда 150 киловатт сағатты көбейтеміз 15,3 теңгеге және бөлеміз 1 киловатт сағатқа. Киловатт сағат пен киловатт сағат сәйкесінше қысқарады. Бізде сонда 150-ді 15,3-ке көбейтетін болсақ, ол тең болады екен бізде 2295 теңге. Не осылайша кете береді. Сондықтан да біз қыздырғыш элементтерді неғұрлым көп қолданатын болсақ, соғұрлым ай сайын біз электр энергиясын өте көп
тұтынады екенбіз. Ал электр энергиясын көп тұтындық деген сөз, демек ай сайын төлейтін энергияның құны да сәйкесінше көбірек болады. Енді бүгін біз ерекше қызық есеп шығарып көрейік. Найзағай кезінде пайда болатын электр энергиясын есептеу. Әрине сіздер қуаттың және жұмыстың формуласымен таныстыңыздар. Сондықтан да алдағы уақытта кез келген есептерді оп-оңай шығара аласыздар. Ал енді мен бір қызықты есепті сіздерге көрсетейін. Найзағай кезінде бұлттар арасында потенциал 50 миллион вольтқа тең болады. Екен, әрине бұл шын факт, былайша айтқанда арнайы нелерден алды, ақпараттардан, дәл ақпараттардан. Максимал ток күші 200 мың ампер. Сіздер ойлауларыңыз мүмкін, максимал ток күшін қалай есептеді дейік. Кез келген ғимараттың төбесінде сіздерде жай қайтарғыш, яғни грамматофон бар екен білесіздер. Осыған найзағай келіп ұрған кезінде, яғни разряд берген кезінде бізде соған сәйкесінше жай қайтарғышпен байланыстырылған арнайы болат өзекшені пайдаланады. Сол өзекше неше есе магниттей алатын болса, соған сәйкесінше біз ток күшін есептей алады екенбіз. Ал разрядтың уақыты өте аз уақыт болады екен, секундтың 1/1000 бөлігі. Сәйкесінше электр энергиясын есептеп көрейік. Жұмыстың формуласын сіздер білесіздер. Бұл жағдайда I көбейтілген U көбейтілген T деп алсаңыздар болады. Немесе дәл ашатын болса, тағы да P көбейтілген T. P дегеніміз бізде I көбейтілген U-ға тең. Енді бізде кернеуіміз қалай табылады? Бастапқы потенциалымыз бізде 50 миллион вольт болады екен, және бұл разряд кезінде потенциалымыз 0-ге дейін төмендейді екен. Бірақ мұндай жағдайда біз көбінде потенциалдың орташасын алады екенбіз. Яғни потенциалдың орташасы сонда 50-ді 2-ге бөлген кезінде бізде 25 болады. Сәйкесінше 25-тен 0-ге дейінгі аралықта өзгергендіктен де кернеуіміз сәйкесінше 25 миллион вольт, немесе 25 көбейтілген 16 дәрежесі вольт болып тұр. Орнына апарып қояйық, яғни 200 мың ампер дегеніміз ол 2 көбейтілген 15 дәрежесі ампер, көбейтілген 25 көбейтілген 16 дәрежесі вольт. Вольт көбейтеміз 0,1 секунд дейді, ол 1 көбейтілген 10-3 дәрежесі секунд деп алайық. Сонда 2-ні 25-ге бөлсек 50 болады. Дәрежелер өзара қосылады. 5 пен 6-ны қосса 11 дәрежесі, 10-3 дәрежесі алынады. Сонда 8 дәрежесі ватт. Ампер көбейтілген вольт көбейтілген секунд бізге джульді береді екен, немесе ватт көбейтілген секунд. Енді осыны киловатт сағатқа айналдырайық. 1 киловатт сағатымыз сіздерде бағана есептегенде ол 3,6 мегаджоуль еді. Яғни ол 3,6 10-ның 6 дәрежесі джоуль. Енді 50 10-ның 8 дәрежесін сәйкесінше оп-оңай айтуға болады. Ол үшін 50 көбейтілген 10-ның 8 дәрежесін біз 3,6 10-ның 6 дәрежесіне бөлеміз. Сонда бізде 50-ді 3,6-ға бөлген кезінде ол бізде болады жоқтап алған кезінде 50 10-ның 8 дәрежесі джоуль тең болады екен, жоқтағанда 14 көбейтілген дәрежелер бір-бірінен азайтылады. Сонда 8-ден 6-ны азайтсақ, оның 2 дәрежесі киловатт сағат шығады. Енді сәйкесінше есептейік құнын, яғни құн деп қоя салайын, нешеге тең болады екен. Бір найзағай ойнаған кезінде сонда тең болады 14 10-ның 2 дәрежесін киловатт сағатты көбейтемін 15,3 теңге дедік, 15 қазіргі таңдағы бұл тариф мендегі. Бөлеміз 1 киловатт сағатқа. Киловатт сағат пен киловатт сағат қысқарады. Сонда 14-ті 15,3 теңгеге көбейтіп бөлген кезінде бізде шығатын сан 214,2 көбейтілген 10-2 дәрежесі теңге. Енді 100-ге көбейтіп жіберейін, сонда құнымыз нешеге тең болады екен? Тең болады 21.420 теңге екен. Әрине бұл өте көп сияқты болуы мүмкін, бір найзағай ойнаған кезінде пайда болатын электр энергиясын. Себебі бұндай разрядтар қазіргі таңда
арнайы ғылыми зерттеу институттарында бұдан да жоғары потенциалдар мен амперлер алынып жатыр. Сондықтан да бұл электр энергиясын шамамен орташа деп алсақ болады екен. Енді бізде тізбекке қандайды бір электр қозғалтқышты қосатын болса, онда электр энергиясы біріншіден механикалық жұмыс жасауға, яғни ол пайдалы жұмысқа, және сол электр қозғалтқыштың орамаларын, және жалғағыш сымдарды қыздыруға жұмсалады. Яғни ол шығындалған энергия болуы мүмкін екен. Сондықтан да біз енді жұмысты екі топқа бөлеміз: пайдалы және толық дейді. Пайдалы дейміз, бұл тұрақты тоқтың сыртқы тізбек жасаған жұмысты айтамыз, және оны біз А пайдалы деп жазамыз. А пайдалы жұмыс АП десек болады, яғни бұл қандай жұмыс екен? Пайдалы жұмыс. Сәйкесінше оның формуласымен біз жоғарыда таныстық. Бұл формуласын ең қарапайым жазайық. А пайдалы тең I көбейтілген U көбейтілген Т. Толық жұмыс дегеніміз бағана. Бұл тоқ көздің жұмысы, яғни бөгде күштің жасаған жұмысы екен. Толық деп аламыз, толық жұмыс. Және оның сәйкесінше формуласымен жоғарыда танысып өттік. А толық сонда тең болады екен I көбейтілген электр қозғаушы күш көбейтілген уақыт. Пайдалы әрекет коэффициентін бүгіннен бастап А пайдалы бөлінген А толық деп аламыз. Тоқ үшін көбейтеміз қанша пайызға? 100%-ға. Орнына апарып қояйық. Сонда пәк тең болады I көбейтілген U көбейтілген Т бөлеміз бізде I көбейтілген эпсилон көбейтілген Т көбейтілген 100%. Енді қысқартатын қысқарт жіберейік. I мен I, Т мен Т қысқарады. Сонда пәктің формуласы бізде U бөлінген электр қозғаушы күш көбейтілген 100% деген формула шықты. Яғни сонда біз нені білеміз? Қарап отырсаңыздар, бұл формуланы міндетті түрде жазып алуымыз қажет. Яғни пайдалы әрекет коэффициенті бұл тоқ көзінің электр қозғаушы күшінің қандай да бір бөлігі тұтынушыда кернеу түрінде бөлінетіндігін көрсететін шама. Міне осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Егер де видео сіздерге ұнаған болса, достарыңызбен бөлісіп, лайк басуды ұмытпаңыздар, каналға тіркеліңіздер. Және қосымша осы видеоның соңында описанияда менің инстаграм парақшам көрсетілген. Физикадан, есептерден қиындық туындап жатқан болса, сол жерге жазсаңыздар болады. Міндетті түрде алдағы уақытта мен жауап беремін. Қош, сау болыңыздар.